Ермашты көрмегелі көп болды, сағынатын болдық қой. Қалай көрмейсің? Ютубта ашып қап, деп жазсаң болды, менің видеоларым жазады. Грузиядан небір адамдар звондайды. Дорогие наши друзья деп. Отпустите парня деп. Отпуститесін не істедің да? Ең бір өкініштісі, кеше спорт министрі барды ғой, есеп беруге парламентке. Сол кездегі депутаттардың қойған сұрағы да. Тупой сұрақтар ма? Қайдан табады ондай сұрақ? Сенатта отырған сенаторлардың өзі, 2-3 сенаторымыз солай айтып отыр. Мемлекетте футбол дамымаған, қайда қарап отыр, не масқара деп айтады да. Сонда айтым, 30 жылдың ішінде сол билік, Қазақстанның билігі сол футболға қандай жағдайлар жасады? Спортқа бөлінген ақшаның негізгі бөлігі футболға кетеді. Ордабасы футбол клубына, сол Шымкент қаласына бөлінген, спортқа бөлінген ақшаның 87,1% кеткен. Нұрлыбек Нәлібаев айтып отыр ғой, маған 5 миллиард зачем анау деп жаңағы чемпион болмай-ақ қойдым деп. Популизм арқылы бүйтіп шапалақпен бізді бір-ақ ұрды да, басқа спорттар керемет дамып отқан адам сияқты сөйлеп, якобы сөйтіп жаңа 1 миллиард 200-ден артық бермеймін деп отыр. Черчесовты сөгеді кеп, мықты критика бар, орынды критика бар әрине арасында, бірақ егер жеке осы команданы алатын болсақ, оның жұмысын алатын болсақ, оның бір пайдалы істеп жатқан нәрселер де бар. Сондықтан сен сияқты, мен сияқты адамдар билікке баруымыз керек. Ассалаумағалейкум, құрметті бірінші бал арнасы көрермендері, бізде кезекті подкаст. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы футбол, Қазақстан футболы. Қазақстан футболы премьер-лига бұл маусымда біткенімен әрі қарай енді жаңа маусымы дайындық басталып кетті. Бүгін бізде қонақта Айдын Қожахмет, Жеңіс футбол клубының генеральный директорсыз ғой? Генеральный директор, бас директоры және Ермұхамед Мәулен, халықтың сүйіктісі. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Ермашты көрмегелі көп болды, сағынатын болдық қой. Қалай көрмейсің? Ютубта ашып қап, деп жазсаң болды, менің видеоларым жазады. Келесі рет сөйтіп іздеймін. Деп жаз, ары қарай жазбай болды. Автоматтан шыға береді. Бұлай болды ғой. Олжас әңгімеден әңгіме шығады. Біз енді болжам береміз, экспертпіз дегендей әртүрлі нәрсе. Жеңіс гол ұрады деп, Астананы жеңіп жібереді деп мен болжам бергем. Басқаша, жеңістен көп нәрсе күттім, бұл составда жалпы жаман емес, онсыз Астана слабы екенін білдім. Сөйтіп сәл болмай қалды. Бір бәле болды, вратар бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, өз-өздеріне гол ұрды ма, бір бәле қалды, біреуге тек. Алғаш тұр ма? Шірткен ғой адамға отыра қап. Айтпақшы, біздің фондағы достарымыздың арқасында желтоқсан айында көрермендеріміз Ермұхамед Мәуленмен бірге футбол матчын комментатор ретінде жүргізу мүмкіндігіне ие болады. Арманыңызды орындау үшін бекітілген пікірдегі сілтеме арқылы өтіп байқауға қатысыңыз. Енді тәжірибе жоқ, не жоқ, кішкене волнение бар, жаңадан кеп тұр, мақұл деді. Келесі сұр тұрамды, Жеңіс гол ұрады бірдеңе деп, тағы болжам беріп, ол да ұрмайды. 1x осылмайды жеңіс деймін, ол да болмайды. Алғашқы 4 тұр қадап келдіңдер. Өш, 2-ші тұрда ұттық қой біз. Жоқ, 4 тұр қадалып жібердіңдер мен. Болжам берген кезде айтыр сендерге сондай болды. Басында бір 5-6 тұр вообще нашар болдыңдар. 2-ші тұр Шахтерді ұтқанбыз. Мақұл енді. Одан кейінше ал 3-ші тұр ұтылдыңдар. Ақтөбеге ұтылды, иә. Кеше финалда не деп болжам бердің? Астанаға қарсы ойында. Астана не жеңеді деп қойдым, проход. Проход? Коэффициент аз болды ғой. Жоқ, болжам бердім деген. Финал жайлы бір аздығым айтып кетейік. Жаңа турнир, коммерциялық турнир болды ғой. Финалда жеңілдіңіздер, бірақ 50 миллион. Ол 50 миллион тек финалға қатысқан үшін ғана. Оның алдында да болды ғой. Әрине, оның бәрін санағанда бір 89 миллион ба, 90 миллион ба, сондайға жуық ақша. Топтық кезеңге қатысқан болды, 8 миллион теңге бөліп атты ғой. Тараз футбол клубы 8 миллион теңге кетті ғой ортада жүріп. Әр жеңіске 5 миллионнан, сосын топтық кезеңнен шықтың ба, оған қанша 12 миллион ба, сондай ақшамен. Жалпы жақсы ғой, бұл жаңа турнир, ойындар көбейді, футболшылардың жаңағы. Бұл енді қазақстандық ойыншыларға керемет турнир болды ғой. Мен Ермаштың сөзімен айтқанда, біз үшін бұл ғаламат турнир болды. Таптырмас мүмкіндік қой, Жеңіс клубы үшін жаңағыдай. Енді Астана менсінбейтін шығар, әңгімесі жоқ онда енді.
ай білмеймін Жоқ, ойын финалда. қуанғандарын 90 көрсем миллион финалда алған үшін финалға 90 миллион жоқ, алып кетті. финалға шыққанға дейін олар жартылай ширек финал мен жартылай финал түгел қазақстандық ойыншылармен ойнады. Мұхамеджан Сисенің арқасында жеңіп шықты. Пенальтиден жеңіп шықты ғой елімайды. Иә, жеңіс те Темірлан арқасында шықты. Қақпашылар, қазақтың қақпашылары шығарды. мықты. Бірақ негізі бұл турнир Мұхамеджан Сисенің турнирі деп айтуға болады ғой. Соның арқасында өткен жаңа жартылай финалда Елімаймен 2 ойында 3 пенальти түсті. Пенальтиді қоя көрші Ойынның өзінде. Иә, бірінші ойында Семейде ойнаған кезде. Сол Сисенің арқасында әйтеуір тең түсті олар. Сонда Сисен қазір одан кейін Пафосқа қарсы ойынды көрген шығарсыз, ол кезде 13 сейфі бар. Астана футбол клубы қалдырайын деп жатыр екен ғой Сисенді. Оның бәрі мүмкін болмас еді. Жазда шынымды айтсам Сисенмен әңгіме жүргізгенбіз негізі Мұхамеджан. Біз өзімізге шақырғанбыз, Астана бізге жалға берсе деп. Бірақ Астана жібермеді. Иә, жібермейді, әрине жібермейді оңайлықпен. Арендаға алуға болатын шығар енді. Жоқ, сол жалға алайық деп ойладық қой. Біз өйткені Прокопенко арендамен келді ғой бізге. Ал финал жайлы айтатын болсақ, сіздерде шанс болды ғой, мүмкіндік көп болды. Негізі 1 голға дейін кетіп атты ғой соңына. Негізі ойын тең болды ғой былай қарасаң, әсіресе мына болған мүмкіндіктерге қарайтын болсақ, біздің мүмкіндіктер менің ойымша енді асып кетпесе кем болмады әйтеуір Астанадан. Мықты ойын болды, жақсы ойын болды, екі команда да жақсы ойнады. Алғашқы тайм былай жабық болды, екінші тайм қызық болды. Біреу жаңа бір бразилиялық бетпе-бет шықты ғой, айдынайын шықты. Соны кім жаңа Сисен аяқпен қайтарып шығарып жіберді ғой. Сол жерде салғанда шығарғанымен қоймай, до конца ойнап, артынша сол бір штрафнойға да ұқсап қалды бір кішкене. Бізде кішкене сөйтіп ойлап қалғанбыз, штрафной емес пенальти болу керек деп ойлағанбыз, бірақ кейін басқа ракурстан қарадым, жоқ, нормально бәрі. Сол ракурстар жетіспейді ғой, қазақ футболына ракурс жетіспейді. Вот, дұрыс. Тақырып. Вот, дұрыс. Бірақ мені қуантқан бұл ойында анау Түркістан арена кәдімгі. Шетел ма? Қуанып футбол ойнайтын. Мен саған айтайын, алаңдары тамаша. Енді соны сақтап тұру бар ғой бізде. Қыс келеді деген сияқты ары қарай. Жоқ, біз анау біз неден көрдік қой оны? Қабанбай Батыр 11-дегі фан бар рестораннан көріп отырмыз ғой, үлкен экраннан. Қай жерде? Осы Астанада Триумфтың астындағы ше, мен ашқан фан бар деген ресторанда көрдік. Фан бар. Иә, Ф-мен жазылады, ағылшынша тугисте бар. Содан көріп отырсақ, біз енді қыс қой енді, жаурап, жаңа етіп, ішке кіріп, анаң іші жылы ғой енді, атмосферасы фан бардың, кофе ішіп, сөйтіп, о, керемет, дәм монитордан, иә, керемет, тамақ, дәмді сол жер. Сөйтіп жеп қарап отырсақ, ана жерде адамдар мынандай шорты футболкамен, трибунадағылар футболкамен бейтіп отыр ғой, кәдімгі Түркістанда не деген рахат тап қой. Сол күні қызық болды. Жаңағы ол стадионды бәрі Сквозняк арена дейді ғой. Былай. Іші суық болды. Сыртына шықсаң, жылы футболкамен жүре бересің. Мен айтамын да, мына іші Астана отыр. Сырты Түркістан деп. Енді ішінде Астананың 2 командасы ойнап жатса, әрине. Мен таң қалдырған жанкүйерлер бар ғой, екі жақтан да келген. Астанадан барған жанкүйерлер ма? Иә. Жеңістің де жанкүйерлері, Астананың да жанкүйерлері. Негізі қалай былай мониторинг жасап көрдіңіздер ма? Астанада Жеңістің жанкүйері көп па, Астананың жанкүйері көп па? Әрине Астананікі көп. Өйткені Жеңіс қанша 15 жыл болмады ғой бұл команда. Қазіргі мына астаналықтардан Жеңіс туралы сұрасаң, кейбіреулер білмейді да ғой, естімеген. Өйткені 15 жылда 5 жасар бала уже 20 жасар жігіт болып өсіп кетті. Әрине аудиторияның бәрін срезін жасаймыз, әрине бәрін зерттедік. Көбінесе мына балалардың футбол сүйетін қауымның бір мысалы 18 бен 30 жастың арасындағы адамдар көбінесе Астананы жақтайды. Мысалы, одан төмен мысалы 15, 12, 15, 16 жастағылар SD Family-ні жақтайтын жігіттер көбінесе. Өйткені енді SD Family-ді мысалы аудиториямен көп жұмыс жасайды ғой. Сондықтан біз соның бәрін зерттеп, біліп, өзіміз үшін басқа жол таңдадық та. Біздің жанкүйерлеріміз бар ғой әрине. Целиноградский адамдар. Иә, бірақ олар көбінесе мен қатарлы ғой бәрі уже. Яғни шалдар. Иә, шалдар. Сондықтан біз бүкіл жұмысты қазір бүлдіршіндерге солармен жұмыс істеп жатырмыз. Өзіміздің жаңа жанкүйерлерімізді өсіреміз деген ой. Мен естуімше Жеңістің андай Астанада туып өскен қазір енді танымал адамдар
бизнесте болсын адамдар жеңістің жанкүйері екен да. Өткенде подкаст жасадық қой, Данияр Жұмаділов, Бауыржан Омаров, Спарта Прага деп ма? Спарта Астана. КВН командасында ойнайтындар. Көбісі солай айтты. Сосын тағы да біраз адам бар. Бренд амбассадор қылып қалай шақырып жатсыздар ма оларды? Негізі Бауыржан мен Данияр біздің бренд амбассадорлар. Сосын автомобилист деген командада ойнағандардың бәрі сол жеңіске қатысы бар екен ғой. Автомобилист деген негізі ол мына жеңістің базасы болған ғой. Мында Тарлан арена бар ғой. Сол кезінде автомобилист деген база болған. Сол жерде ойнап кеткен екен көбісі. Сондықтан сондай адамдарды көп тарту керек. Дұрыс, өте тамаша. Сосын жаңағы бір ерекшелігі бұл Астана қаласында. Мен мысалға өмір бақи енді Таразда дүниеге келгем, Таразға жанкүйер болып өскен адамбыз. Енді ол мәңгі бақиға қалды ғой. Бірақ менің балаларым мысалға да 2-3 әйелден балаларым бар ғой. Солардың барлығы Астана қаласында туып өскен адамдар. Олар Астанаға жанкүйер. Мен не істеймін? Өздері біледі ғой. Тура сол секілді. Мысалы Астана футбол клубы Абзал Бейсебековті Исламбек Қуатты алады да 87-ші мектепке барады, 5-6 класстың балаларымен әдейі кездесу өткізеді. Ал 10-11 класстың балаларын уже қиындау мысалы да. Сонда олардың потенциальный түбі болашақтағы аудиториясы сол балалар ертең өседі 3-4 жылдан кейін, 5-6 жылдан кейін. Олар стадионға өз ақшаларымен бара алатын жағдайға жетеді. Олар фанат болады. Демек, осы Астана қаласында туып өскен адамдар, яғни біз секілді көшіп келген адамдардың балалары, осы жерде туып өскен адамдар фанат болады. Сондықтан олардың аудиториясы алдағы уақытта күрт көбейеді. Астана футбол клубы соған жұмыс істеді баяғыдан бері. Тура сол секілді Жеңіс футбол клубы солардың жарты аудиториясын әр жерлерден жылмалау керек деп, бұлар да жұмыс істеу керек. Уже істеп отырмыз ғой. Бізде мысалы 2-ші жыл болды, уже аула клубтар деген проект бар бізде. Өзің білесің? Білемін, дворлар арасында Давид Лорен жазған нәрсесі. Уже қанша бір 18 клуб бар. Үлкен охваты бірнеше мың бала. Солардың уже егер мысалы біреуі футболист болып кетсе, кейін қалғандары футболист болмаса да, олар жеңіс дегенді мынандай кезінен біледі да. Олар келешекте біздің, болашақта біздің жанкүйерлеріміз. Мынандай бола ма? Мысалға енді бір қаладан 2 клубтар бар ғой, енді Еуропада Интер бар, Милан бар. Бір қалада 10 клубтар бар. Иә, жоқ, танымал дегенде сонда жағы Интер жұмысшылардың командасы, мынау кішкене ақсүйекті ертікі деген сияқты. Бұл жерде бір осындай тенденция бар деп ойлайсыз ба, қалай? Бай адамдар Астанаға жанкүйер деп. Сіздердің жанкүйерлеріңіз правый берег па негізі? Бұлай, бүйтіп айтқан негізі жеңіс правый берегтікі, Астана левый берегтікі де. Бірақ біз өйтіп бөлмейміз да. Мен ойымша проблема жоқ негізі, өйткені қала үлкен, шүкір, саны өсіп жатыр. Жылдан жылға өсіп жатыр, бәріне жанкүйер жетеді деп ойлаймын. Мысалға Кенесары көшесіндегі стадион қазір ремонтқа басталатын болды. Бүгін басталды. Бүгін басталды. Шықты. Енді ол 2-3 жылдан кейін сол жер стадион болады. Сол жерде ойнау керек жеңіс. Негізі сондай жоспар бар. Туған жері сол жер ғой. Жоспар бар, бірақ ол стадион болмайды, ол манеж болады. Енді тем более тамаша. Апрельге үшін сояқта ойнаса болады. Негізі сондай жоспар бар бізде. Астана аренамды төбесі жабылады. Ол да бір жоқ, ең бастысы ол біздің балалар үшін, біздің ФЦ-лар үшін мықты ғой, ол не жыл бойы сол жерде ойнайды. Сіз енді осы футболға официально должностьқа келдіңіз, оның алдында да футболдың айналасында жүрдіңіз ғой енді. Осы жылы бір маусым өткізіп шықтыңыз. Жоқ, тиіп қашып емес, конкретно жүрдіңіз. Не ғой? Өзгерістер көп болды мысалға маусым басында. Жалпы қалай әсер етті деп ойлайсыз чемпионатқа? Мысалға, легионерлерге байланысты бірінші кезекте. Қатты әсер етті менің ойымша. Дұрыс, бұрыс жағын айтсаңыз. Дұрыс жағы да бар, әрине, бұрыс жағы да бар. Қатты әсер етті. Мынау өзімнің клубымда алатын болсам, егер бізде мына лимит өзгермейтін болғанда, мысалы өткен жылғы болса, немесе жоқ, одан басқа қысқартып тастаса, біз мысалы бізде басқа командалар қазақстандық ойыншыларды талап етіп құрамаларына алып, онда біз де сондай жолмен жүреміз деп ойлаймыз ғой. Мысалы, ал біз бірінші лигадан келдік. Бізде мысалы қазақстандық ойыншылар көбінесе мына бірінші лигадан бізбен бірге келген ойыншылар, бір 5-6 кемінде сол бірінші лигадан келген. Олардың әрине жартысынан көбі премьер-лига деңгейін бірінші рет көріп отыр. Ойнамаған премьер-лигада. Енді олармен бірінші жылдан сразу бастап бір жақсы бір жүлдеге таласу деген мүлдем жоқ қой. Хотя бы даже премьер-лигадан ұшып кетпеу деген задачаның өзін атқару өте қиын.
Сондықтан біз мысалы енді мәжбүр болдық легионерлерді шақыруға. Басқа командалардан кем болмайды, басқа командаларға ұтылып қалмайды. Өйткені олар мысалы Қайсар болсын, қандай команда болсын, өздерінің бұрыннан келе жатқан футбольный центрлары бар, өздерінің жас өспірімдері бар, олар өсті, өнді. Қайсарда бірнеше қызылордалық жігіт мысалы, бізде ондай жоқ қой. Бізде легионерлер болмағанда жеңіс бірінші лигаға түсіп қалатын еді. Иә. Қайтадан 100%. Мәссаған. Бірақ мен жалпы биылғы чемпионатта айтып отқаным, легионерлер мынау Елімай футбол клубына, жеңіске, Тұранға, осындай клубтарға ол енді таптырмас мүмкіндік. Өйткені олар осы таптырмас мүмкіндік емес, одан басқа вариант жоқ. 3-4 жыл бұрын ғана құрылған команда Тұран, жеңісте сондай. Елімай өткен жылы 2 жыл болды. Енді ол аяқ астынан бір 18 жастағы балалар таланттар тауып алып ойнай бермейді ғой. Тараз дейсің ба осы? Мен таңқалам кейде. Ордабасы дейсің ба? Әлеуметтік желіде бір басқа командалардың бір посттарын келіп қалады ғой, мысалы, комментарийларын оқып жатасың ғой. Елімай мысалы біреуге ұтылып қалса, бірдеңе болса, комментарийларын оқып жатсаң, где местный деп жазады да. Жоқ қой. Мен соған күліп, 20 жыл команда болған жоқ, қайдан местный шығады? Уже сұрап жатыр дейсің. Иә, бізге де сөйтіп, почему воспитанники не играют дейді да. Сонда мен Давид Лория, Максим Азовский, Жалмағамбетов соларға келіп ойна деп айтам ба? Не істеймін, мен қайдан табамын? Воспитанник жоқ, иә. Детский школасының өзі құрылғанына 1 жыл болған. Иә. Бірақ жеңістің бұрынғы жанкүйерлер бар ғой, қайтадан әлі күнге шейін сол жанкүйерлік ететін сондай бір фан движениесі бар да, байқалады. Иә, жоқ, фан движение бар, легион деген ультрастар ғой олар мысалы клубтан тыс, клуб бар ма, жоқ па, олар бәрібір сол жеңістің болельщиктері. Астананың ойынына принципиально бармайды кәдімгі. Ойындарына бармайды, иә, біздің ойындарға келеді, Қарағандыға қатынап жүрді ғой жыл бойы. Басқа қалаларда ойнағандарымыз да келіп жүреді. Бірақ көбінесе айтып тұрмын ғой, мен қатарлы болған көбісінің бала шағасы бар, анау мынау, иә, мысалы демалыста ойын бізде мысалы, иә, сенде вариант, не Қарағандыға барам ойынға, не әйелім, дачаға барамыз, жүр ананы бүйтеміз, огород істейміз, бүйтеміз, сөйтеміз, балаларды бүйту керек, мынаны сөйту керек. Уже өмір сондай, олар бұрынғыдай жас бала сияқты бара салмайды. Сондықтан әлеуметтік желіде де мысалы қазір көп, енді заман сондай, бәрі сөйтіп нетеді ғой, өлшейді ғой. Кімнің лайктары көп, кімнің комментарийлары көп, анау соған қарайды. Олар мен қатарлы адамдар болсын, менен үлкен адамдар болсын, оларға инстаграмға кіріп лайк қойдың өзі, ол не үшін, ол керек емес нәрсе деп ойлайды ғой. Өкінішке орай солай, бірақ сонда да олардың бар болғанына шүкір дейміз, өйткені негізі бұл клубты қайттан жаңа өмір әкеліп жаңғырту процесін жіберген адамдар сол жанкүйерлер ғой. Негізі, иә. Сондай бір жиналып, бір акиматтың алдына жиналып, бір нелер болды ғой осы. Иә, әкімшілікке барып олар бізге осы командаларымызды. Енді Астана қаласының әкімдігі қандай көзқараста Жеңіс футбол клубына? Айтпай, жақсы. Қолдау білдіреді. Қолдау білдіреді, иә. Қаржы бөледі, бірақ көбінесе әрине олардың да өздерінің қойған нелер бар, талаптар бар, балалар, мысалы футбол орталығы, соның бәрін әрине ең бастысы соған мән бөлеміз да. Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек Жеңіс футбол клубын одан сайын көтерейін десе ұялады дейді. Саяси қателік болып кете ме деп қорқады дейді. Өзінің аты Жеңіс болғаннан кейін ба? Ондайды бірінші рет естіп отырмын. Мен де негізі Жеңіс футбол клубын Қайрат Боранбаев туралы да сөйтіп айтып еді ғой кезінде, Қайрат сатып алған себебі тек Қайрат деген үшін деп. Енді ол ондай халықтан шыға береді. Жоқ, Қайрат Советовичке УЕФА-да бір кісі айтқан ғой. Сіз неғып бұл команданың атын өзіңіздің атыңыздан қойып қойдыңыз деген ғой. Реально командасын өзінің атынан қойған бір адам бар бізде Қазақстанда. Ол Қайрат Оразбеков, футзал Қайрат клубы. Вот сол реально өзінің. Негізі былай келетін болсақ, Аячо деген футбол клубын білесің бе, Алматыда болған? Жоқ. Сол осыдан әңгіме шыққан ғой. Атын сен қой деген ғой. Данияр Хасенов бар ғой. Иә. Сол айтқан, сен өзің қойса деген. Аячо деген ба? О, жақсы ат, Францияда как раз ондай команда бар деп, Аячо деп команда ашқан ғой кезінде. Былай келетін болсақ, Қайрат футбол клубы Қайрат Боранбаевтан бұрын болған, туылмай жатып. Жеңіс футбол клубы Жеңіс Қасымбек туылғанға дейін пайда болған. 1964 жыл. Жеңіс Қасымбек Астанаға әкім болмай тұрып, Жеңіс футбол клубы қайттан жаңағындай екінші тыныс алған. Келесі маусым енді Астана арена қолданысқа беріледі.
Астана футбол қаласына айналады. Қайттан Қазақстан футболының меккасы болады дейміз. Биыл бірде бір матч көрмедік қой енді Астана. Мен енді КПЛ-дің тиіп қашып Алматыдағы, Қызылордадағы бір-екі матчын көрдік. Осы Астанада болғанда біз осы Қазбек Тайланов бар, осы бір 5-6 адам бар. Сөйтіп ішіне кіріп суббота, жексенбі, сенбі күндері 3-4 матч көріп тастайтынбыз бұрын. Қызылжар бар біздің Астаналық. Оқжетпес бар. Оқжетпес. Солардың ойын көретінбіз. Биыл түк те жоқ, матч та аз, теледидардан ғана көрдік. Сіздер официально келесі маусым Астана аренада ойнайсыздар. Иә. Елордалық команда басқа қайда ойнайды деген. Енді Астана ойнайды, Оқжетпес те ойнап қалатын сияқты. Мүмкін, иә. Премьер-лига Ұлытау Астанада ойнайды. Не? Бірінші айналым, иә. Сертификат. Жезқазғанда несі стадионы Шахтер Қарағандының стадионына барып ойнамай ма екен? Білмеймін, Астанада ойнаймыз деп жатыр. Ол да мүмкін. Легионерлер жайлы айтып қалдық. Шахтердің стадионы жабылады деп жатыр ғой. Қайтадан. Соны реконструкция қанша өткенде жасап еді, 1-2 жыл бұрын. Легионерлердің пайдасын айттыңыз. Осындай клубтарға премьер-лигада қалуға зор көмек тигізді. Ол тек ол ғана емес қой, әрине пайдасы бар. Мысалы, өзіміздің командадағы қазақстандық ойыншылардың өздерімен сөйлесем ғой, сұраймын ғой, мысалы, Саян Мұқанов деген бала бар, екінші лигадан бірге келген біздің команданың капитаны. Содан сұраймын, мысалы, мына легионерлердің болғаны саған Мотивация. Пайдасы болды ма, болмады ма деймін да. Бәсеке. Иә, әрине дейді, мен талай нәрсе үйрендім олардан дейді. Мысалы, тек алаңда болып жатқан нәрсе емес, алаңнан тыста жаттығуға ертерек келу, отдельно жұмыс жасау, тренажеркаға бару деген сондай нәрселерден профессионализм жағынан талай нәрсе үйрендім дейді. Сол жағынан әрине пайдасы түседі, жаңа бәсекелестік бар әрине. Сондықтан мына мысалы Сағи Совет бағана жаңа эфирдің алдында айтып кетіп едім ғой, сен бір оқиға болған. Бірінші айналым енді ризашылығымыз толмады, Сағидың ойынына көбінесе заменге шығатын, немесе ойынның ортасында ауыстырып тастайтынбыз оны. Ойыны жүрмей жатты, жаңағы тренировкасында байқаймыз, онша емес. Сосын жазда сөйлесіп ақырындап намек тастадық. Бізде бір соңғы легионер алатын мүмкіндігіміз болды да, сосын айттық, біз не қақпашы аламыз, не левый защитник аламыз дедік. Ойлан дегендей қылып. Сосын екінші круг менің ойымша Сағи біздің команданың ең мықты ойыншыларының бірі. Болды, кеше кубокта да жақсы ойнады негізі. Жарақатына байланысты ғана алаңнан шығып кетті, так менің ойымша өте тамаша ойын көрсетті. Иә, сол бірінші гол түбі сол флангтың ойыншысы кіргізді ғой енді, Сағи кеткеннен кейін. Жаңағы Адилио деген Бразил енді көрініп тұр, деңгейі өте жақсы екен. Тек Адилио емес, бізде мысалы мен айтайын, мына Жуау. Жоқ, тек Адилио, айдың қош. Білеміз ғой бізде. Бірақ Адилио мына жалғыз өзі таш деп жүр ғой. Адамгершілік жағынан, бәр жағынан қарағанда енді білмеймін, анау енді өте тамаша жігіт. Қазақ Бразил бір туған. Шыны керек қазаққа ұқсайды. Ал Пансулаяны қалай сонда не үшін шақырдыңдар? Пансулая бірнеше голдармен жауап берді деп ойлаймын. Жоқ, енді гол ұрып жатыр ғой, ешкім жамандап отқан жоқ. Жалпы қайқын тауып алдыр деген. Бұрын Каспийде болған. Каспийде болды ғой өткен жылы, сол бірінші группта. Сол кезде жақсы еді ол. Иә, 6-7 ойында бір 6 гол салды ғой. Мықты еді сол кезде. Иә, сосын ол Грузияда жаңа Динамо Батуми бір командада ойнап жатты. Ол жерде де 6 гол салды. Қарсы ойнады ғой былтыр сол клуб. Конференция лигасының іріктеу кезеңінде сол кезде. Сол кезде де болды Пансулая айтпақшы. Жоқ, ол өте мықты ойыншы. Былай деңгей жағынан қарайтын болсақ, мықты ойыншы. Техникасы. Біздің мысалы, бірақ ол менің ойымша мынандай атакада көп жүретін командаға мықты ойыншы болады да. Біз сияқты біз көбінесе қорғаныста контратакамен, соның өзінде әрине пайдасы көп тиді. Бірақ егер біз мысалы Қайрат сияқты команда болатын болса, Ақтөбе сияқты постоянно атакада, онда ол 3-4 гол емес, 10 шақты гол салатын еді. Қазақстан премьер-лигасының тарихында грекиялық бапкер болған жоқ. Иә, алғашқы біздікі. Ол грекиялық қай тілде сөйлейді? Ағылшын тілінде көбінесе, бірақ орысша тілінде біледі кішкене. Болгарияда жұмыс істеді. Өткен жылы ана неде Дритта бар ғой, Косово. Сол жерде жұмыс істеген, кішкене ұқсас қой тілдері. Енді мынаны талқылайық, мына мәселе. Қазір парламент қабырғасында өте жиі талқыланып жатқан сұрақ легионерлерге байланысты. Ақша төленбесін мемлекеттен. Соны енді келесі жыл қаяқтан тауып бермекшісіңдер? Қалай оны айналып өтпекшісіңдер? Біріншіден ол әлі
қабылданған жоқ қой. түбі қабылданса енді заң түрінде деп айтайық, әлі қабылданған жоқ. Мен үшін мысалы мына клуб басшысы ретінде бірінші туындаған сұрағым, жаңа бюджеттік ақшаны легионерлерге құртпа деген әңгіме ғой. Қалай құртпа? Ол тек айлығын төлемей ма? Жоқ, әлде мен оған билет алып бере алмаймын, гостиницасын төлей алмаймын. Оның бәрі соған кіре ма? Соның алдымен соны түсініп алу керек. Өйткені мен екі счет жасай алмаймын ғой. Мына счетпен мынаған төлейміз, немесе ертең мен бір гостиницаға звондайында бізге келесі біз Талдықорғанға баратырмыз мысалы. Ойын бізге бір пәленше номер керек, 30 номер керек, 20 номер керек. Давайте 15-ін мен мына счетпен төлеймін, 5-ін мына счетпен төлеймін деп жүріп, сөйтіп төлеймін ба? Қандай, мен соны түсінбеймін. Ең бастысы, мен ойымша олар өздері әлі жөндеп талқылау керек парламентте. Түсіну керек өздері. Қазір жалақысы ғана талқыланып тұр ғой. Жалақы қайдан тауып береміз деген әңгіме ғой. Сіз мына мәселені айта аласыз ба? Ол негізі мен былай айтайын, ол менің ойымша қайдан тарағаны. Ең басында енді өзіміздің еліміздің президенті айтқан еді ғой. Иә. Содан басталды ғой. Бірақ ол негізі менің ойымша легионер емес, натурализация дейді ғой. Иә, сол жайлы айтқан ғой. Содан басталған мына кениялық кениялық жүгіріп жүрген атлеттер. Джура Нерруто. Иә. Солар жайлы айтқан әңгіме, теннис болсын. Бірақ оны білмеймін, парламентте бүйтіп бұрып жіберді, легионер деп жіберді. Сосын Елена Рыбакина мен Александр Бублик деген тәтелері бар ғой, олар да ойнамай қойды ғой. Соны айтып отырмын ғой, теннистен басталды негізі. Жаңа Олимпиада кезінде Рыбакина ойнамаймын деп келгеннен кейін. Сіз мынаны айта аласыз ба? Бірінші кезекте олардың жалақысы үлкен, жоғары деп бізде талқыланады ғой негізі. Көбісін соған айтылады. Сіздердегі легионерлер көп жалақы алады ма? Мен айтайын былай, бізде өзі негізі таблицадан түсінуге болады ғой, аз ақша. Кімде молынан бар, кімде аз екен. Мына астындағы Жетісу, Туран, біз, жаңағы Шахтер, бәріміз примерно, Қызылжар, примерно бір деңгейде жалақы. Ол жалақыны қалай төленеді? Мысалы, сенде өзің зарплатный фондың болады, пәленше, мысалы, ақша ай сайын мен жалақыға кетеді. 32 миллион теңге. Оның ішінде кімге қандай ақшаны төлейтінін өзің білесің ғой, дұрыс па? Кіммен қалай келісесің? Мысалы, бізде мен былай айтайын, 500 мың теңге алатын ойыншылар да бар. Легионерлер? Жоқ, қазақстандық, жас ойыншылар, мысалы, легионерлердің 500 мың мен 5 миллион теңгенің ортасы десей, короче. Примерно сол ғой, бірақ 5 миллион деген бізде жоқ. Бізде қанша ең көбі? 3-8. Одан да аз. Адилиолар алу керек қой? Жоқ, одан аз. 3 миллион мақұл. Олар кешкі саудаға тоқтайық осы жерге. 3 миллионға тоқташы. Примерно сол. Проценттер бар ғой енді. И то оны мен мысалы әр легионердің жалақысы сондай деп айта алмаймын. Өйткені біреудікі одан да аз, біреудікі одан да аз. Анан кішкене көбірек сөйтіп өзің кіммен қалай келісесің сол. Әдетте былай болады ғой, жаңағы көп жалақы алатын легионер түк ойнай алмай шіріп жүреді да, сәл аз алатын легионер пайдасы көп, сондай болып жүрді. Бүкіл клубта сондай ғой, көп жағдайда ше. Мен білмеймін, деп айта алмас едім. Жоқ, легионерлерді Қазақстанға алып келген кезде оның жаңағы тұратын орны, барлық мәселені клуб шешіп беру керек қой. Әрине. Ол клубтың бюджетінен бөлінеді оған. Тоже арнайы. Енді өзі төлемейді ғой. Бізде мысалы база жоқ қой. Бізде мысалы біз квартира снимать етеміз. Осы жерде тағы да тоқталайықшы. База мәселесі Астанада да жоқ қой базасы өзінің. Бұл мысалға кейде күлкілі естіледі да. Енді олардың бюджеті өте көп қой. Ал неге күлкі? Ал давай бүйтіп айтайықшы. Енді осы бізде Қазақстанда қанша команданың базасы бар негізі? Мысалы Таразда бар база. Бар, Атырауда бар. Енді бар деп айтайық. Бар деп айтайық. Қайратта бар, Тобылда бар. Бар. Қайсарда да бар. Қайсарда бар. Бар, анан алды ғой, оны кеңейтіп жатыр қазір. Заманауи осы қазіргі заманға сәйкес база кімде бар? Қайратта бар. Және Тобылда бар. Тобылда бар. Таразда да бар. Енді Қайрат пен Тобылда болса, Астанада ол міндетті түрде болу керек деп ойлаймын да мен. Өйткені ол да енді белді командасы. Ордабасы биікті пайдаланады дегендей. Сіздерде бұл мақсатты қандай? Соны қалай шешпексіңдер? Болашақ бар ғой енді, өмір деген бар. Әрине біз білеміз ғой, түсінеміз ғой, база керек, базасыз болмайды бізге. Ол жыл сайын мына квартираға төлегенің, стадион, дом футболада жаттықты оған төлейсің, анаған төлейсің, мынаған төлейсің. Ол жыл сайын төлегеннен шығын көп қой. Сондықтан оданша бір рет бір шығынданып, бір база салып аласың да, сол зато бейбарақат тамаша өз үйіңде тұрасың. 20 жыл ұмытасың. Мәңгі бақи. Ондай база саламыз деген ойымыз бар.
жоспар бар даже демеушілердің арқасында бізге тек әкімшілік жер берсе болды ғой. Әкімшілік сонда жер берудің өзі қиын ба? Жоқ қой жер деген. Сәл шеттеу жерден бір. Жоқ, мен ана өткенде айттым ғой, Айдын, осы жерде бір әңгіме айтайын. Өткенде ше, мынау Гуглға жазасыз, Астана футбол клубы строительство академии базы деп жазасыз. Иә. Әрбір 2 жыл сайын шығып тұрады. 2013, 15, 17, 19, 21 және 24 кешін шығып тұрған. Гуглға жазсаңыз, кез келген оқырман терсе болады. Соны өткенде ана бір паблигіміз жазып қойды, мен лайк басып кеттім әдейі. Осы мәселе. Қайсар Бекенов деген ағамыз Рауфұлы. Бізде керемет академия болады. Біз жер алып қойдық деп 2 рет сөйлеген. Саян Хамитжанов, у нас будет академия как у Қайрата деген. Әкімшілік 3 гектар жер бөлген, ол мынау Қазақстан ғарыш айлағының артында ол жер дайын тұр. Оны Казатомпром тартып алған ба бірден кейіннен. Енді ештеңе салмай қойғаннан кейін қайтып алған. Осындай әңгімелерді әрбір 2 жыл сайын айтып келе жатыр. Мысалға, енді Астана футбол клубының басшылығының да, оның да төбесінде басшылықтар бар екен білеміз. Ол жақтан да нақты тапсырмалар келмеген. Сондықтан түк идеология жоқ осының құрбаны. Ол жерде нақты мынау Қайсар Бекенов кінәлі, мынау кінәлі деп айтамаймыз. Ол системно жүйелі түрде кетіп жатқан қателіктер. Соған айтуымыз керек. Енді қараңыз, осындай алпауыт клубтың осындай жағдайға барып жатқан кезінде, қиын жағдай болып тұрған кезінде, Астана қаласының әкімдігі соған шамасы жетеді, соған сіздерге жер бөліп береді дегенге мен мүлде сенбеймін. Өйткені Астана қаласының аумағында қазір стадион база салатын емес, мынандай 60-та 40 поле салатын жер қалмаған. Бейнеғада алатын жер жоқ, шыны керек. Былай геймпланды қарайтын болсаң. Мысалға SD Family салып алды ғой енді. Ол анау қаланың сырты ол, облысқа жатады ғой. Енді бар ғой енді. Сондай салып берсе мысалға Жеңіс командасы. Жоқ, негізі бізде ондай ой бойылған, қаланың сыртынан ба деп бір жер тауып, сол жерден бастасақ деп, хотя бы алдымен алаң төсеп алып деп. Қаласына көшіп кетпейсіздер? Өйткені біз Астана қаласының командасымыз ең біріншіден, екіншіден деген ғой, жақын жер. Баяғыда Мәскеуді білесің бе? Черкизово, Раменск, Химки, Воскресенск бүкіл командалар сол жаққа келетін де, сөйтіп қалаға келіп ойнайтын. Ана жақ арзан. Ойымыз болған, бірақ бізде мысалы қара, Қосшы болсын сол жерде мысалы біз салдық, бір алаң төседік, бір кішігірім бір стадион жасадық, бір кішігірім база жасадық. ФЦ-ның балаларын тасымалдау, оның бәрі қиын. Тек Қосшының жас балаларын алып келе алмаймыз ғой, ол үлкен селекция болу керек. Сол жағы ол да проблема дейсің. Енді мынау қазір жаңағы Кенесары көшесіндегі стадион басталды деп жатыр ғой, жөндеу жұмыстары. Соны Жеңіс футбол клубының қолданысына береді ғой. Енді басқа кімге береді? Бұйырса деп отырмыз. Иә? Бірінші салынсын да ол. Алдымен салынсын, иә. Мен айтайын, мен сол жерде тұрам ғой. Бүгін мен көрдім, тракторлар қазып жатыр уже. Бастады. Тарихи күн бүгін. Сыртына іліп қойды ғой, суретін іліп қойыпты ғой. Қандай болады? Манежін күшті сондай суретіне қарасаң. Мен де сол аймақта тұрам ғой, жалпы білемін ғой. Иә, футбол бұл маусымдағы жалпы Жеңіс клубының нәтижесінен жанкүйерлер біледі ғой, енді сізде ана жақта жаңағы финал жайлы айтып жатырмыз, легионерлер жайлы айтып жатырмыз. Енді сіз спорт журналисті болдыңыз ғой енді бірінші кезекте. Сол тақырыпқа көшейік та. Сол дұрыс шығар. Маусымаралық үзіліске инсайд ақпараттар, ешкім естімеген. Келесі жылы қандай жаңалықтар болады деп ойлайсың деген сияқты ғой енді. Қазір интригасы көп заман болды ғой. Президентіміз сайлай алмай жатырмыз. Ислам Чесноков Дак деген команда өткенде маған жазды, 200-ін бергенбіз, руководство клуба бермей қойды дейді. Енді Пауық қызығып отыр дейді. Бәрекелді. Осындай громкий трансферге байланысты қандай? Ислам Чесноковты қайда жібересің? Білмеймін, шынымды айтсам, әйтеуір естігенім, бір европалық команда 500 мың ұсынды деп естідім. Пауық қой сол. Пауық шығар. Грекияға. 500 мыңға сонда сатпай отыр ғой. 1 миллион сұрап отыр ғой, елдің балалары, әні. Дұрыс деп ойлайсыз ғой негізі. Чесноков 1 миллион тұратын шығар? Оны былай, мынау пәленше тұрады деп айту өте қиын. Чесноковтың
негізі Ермаш мұны біледі ғой, мысалы солақай ойыншылар ол сирек кездесетін штучный товар дейді. Қымбат тұрады. Солақайлар қымбат тұрады негізі. Ондай да бөлінеді категорияға. Астана футбол клубында бар ғой 6 адам солақай. 6-ауын жинап алған, сөйтіп сол краймен шірген жоқ па өткен жылы. Томасовтың өзінің оң қапталға ойнаңызшы, аға, жаным ашейін деп шығарып салды. Елхан Астанов, Ян Вороговский, Марат Быстровтардың бәрі 6 адам ойнаған жоқ па өткен жылы. Астанов оңғай ғой. Быстровты оңғай. Сол қапталда ойнады ғой бәрі өткен жыл деймін да. Сөйтіп сол аяқта ойнайтын 6 адам жинап алып, оң крайға адам таппай қалды ғой, Михаил Габышев травмаған кезде. Болған ондай. Қазақстан ұлттық құрама командасында бар ғой сол проблема, білесің бе? Сол қапталда ойнайтын адам жетеді, оң қапталда адам қалмады қазір. Масқара. Бағдат Қайыровта жоқ, Михаил Габышевта жоқ, крайға адам таппайды. Чесноков жайлы былай айтайын мен мысалы, осы жылы өзім көзіммен көріп, тағы да енді мен үшін дәлел болды. Көзім жетті. Көзім жетті деп айтуға болады. Басында мен ойлағам, енді что-то Чесноков жайлы көп айтады, соншалықты енді бір Месси емес қой, ойбай қатты ойыншы емес қой деп. Бір сезонның ойыншыларыңыз ғой. Әлі ойнау керек, көрсету керек. Осы жылы мен былай айтайын, Тобыл мысалы өзім былай анализ жасағанда, кішкене өзім дилетантский анализ деп айтайық былай. Тобылдың сәтті ойындары көбінесе Чесноков шабуылға жақын ойнаған кезде, сол кезде жақсы сәтті ойындар болды. Чесноковты кейбір ойындарда латераль қылып ойнатты ғой, флангқа қойып, сол ойындары жүрмеді олардың. Демек ол жаңағы шабуылда ойнайтын болса, шабуылға жақын ойнайтын болса, ол өте мықты ойыншы. Елімайға соққан голы осы Қазақстан биылғы чемпионатының ең үздік голы болған шығар деп ойлаймын. Ұялмай көрсететіндей. Өкшемен ұрды ғой. Мен айттым ғой әріптестерім, графитенің баяғы соққан, Баварияға соққан голының копиясы болды. Әдемі ол. Әдемі. Соны жаңағы 433 бүкіл пабликтерге жіберді, ешқайсысы салмады что-то. Демек оның нарықтағы бағасы миллион. Бірақ былай, давай бүйтіп санайық. Мысалы Самородов кетті жазда. Ол 1 миллионға кетті. Ол ақшаға сәйкес пе, сәйкес емес пе деп уже айта алмаймыз, өйткені ол сатылды ол ақшаға. Демек ол 1 миллион тұратын ойыншы. Чесноков қазір мысалы Чесноковқа ондай қызығушылық бар ма? Чесноков үшін 1 миллионды аямайтын команда бар ма? Егер ондай команда табылатын болса, демек ол 1 миллион тұратын ойыншы деген сөз. Және қазір әлемдік футболда, Еуропада бір футболшы бір ойында бір гол соғу арқылы өзінің трансферлік бағасын күрт өсіріп алады, оны да білесіздер. Самородовтың кешегі голынан кейін меніңше жайлап мәскеулік клубтар бастаған шығар. Мысалға Лех Познань деген команда 1 миллион евроға сатып алса, мысалы, ол деген әжептәуір трансфер олар үшін де, біз үшін де мысалы. Павокқа 1 миллион деген не ол әшейін? Павокқа ол да ақша әрине, бірақ енді олар 5 миллионға сатып алатын команда ғой, 5 миллионға ойыншыларды ала алады. Бірақ егер сенің 1 миллионға сатып алатын мүмкіндігің болса, сен жалғыз бір Чесноковты қарамайсың ғой. Жалғыз Самородовты қарамайсың, жалғыз Қазақстанға қарамайсың. 4-5 конкурент қарайсың. Бұл қайдағы 4-5, 40, 50 конкурент бар. Соңында 4-5 болады ғой. Германия бар, Африка бар, Балкан елдері бар. Солардың арасынан біреуді іріктеп әйтеуір табу. Әрине оның көптеген нюанстар болады ғой. Кейбір командалар өзінің ойыншыларын сатқысы келмейді, кейбіреулері уже сырға салып қойған басқа командаға кетеді. Сондай болады. Түбінде әйтеуір мысалы Чесноковқа жетсе, сонда уже Чесноковтың ауысы мүмкін. Бірақ ол Чесноковтан басқа, олардың жаңағы трансферный несінде, шорт-листтарында бірнеше ойыншы болады. Олардың біреуі де, мен сән былай айтайын, Чесноковтан кем емес. Ол да бар. Ал бізде Қазақстандағы алып клубтар шетелден футбол алып келген кезде олардың трансферлік құнын төлей ме, мысалға? Өте сирек кездеседі ол. Астана, Қайрат екеуі ғана ғой төлейтін. Сол үшін Чесноковты Астана немесе Қайраттың сатып алуы ықтималдығы төмен дейсіз. Ақтөбе футбол клубы 80 мың доллар төледі ғой Әлібек Қасымға, Қызылжардан алған кезде. 80 миллион теңге. 80 миллион теңге. Кәдімгі ішкі трансферлерде болады арагідік ондай нәрсе. Анда-сында болады кезінде, Кислицын Тобылдан Қайратқа 100 мың долларға ауысқан. Ондайлар болып тұрады, бірақ ол өте сирек. Мысалы, біз осы жылы бірінші айналымда ойнаған бізде грузиндік ойыншы болды, Георгий Бензинашвили деген. Соны саттық.
жаңа торпедо кутаисиға кеше айтпақшы гол салды. Саттық болғанда, қалай саттық біз оны? Өзі осы біздің жаздық маусым трансферлік не басталмай тұрып, келіп мені жіберіңдерші деді, үйге жіберіңдерші. Әйелімнің баласы шетінеп кетті, маған сондай бірдемесі болды, әйтеуір бір жағдай болып қалды да, мен үйде болуым керекпін, и маған үйге бару керек, анау деді. Сосын біз айттық, жақсы, Бидзо, біз сені жібереміз дедік. Осы мына 25 маусым ашылады, соған дейін ойнап берші, бір қанша 2-3 тур ғана ма, сондай қалған. Ойнап берші 25-не дейін, сосын без проблем жібереміз, түсінеміз, болды. Жақсы деген сияқты еді. Сосын Талдықорғанда бір ойын болды бізде, Жетісумен 2-2 ойнадық. Ол как раз сол екінші голды салды біздің командада. Алматыға келді, аэропорттан ұшып кетті. Өзі Тбилисиге, өзі билет алып, өзі ұшып кетті. Бізге айтпай. Әрине, енді ашуланасың ғой ондайға. Қалайша сонда? Бір ауыз сөз айтпай кетті. Келісім шарты клубпен қалай? Бұл бізде контракт, ол ешқай жерге ауыса алмайды. Сосын бір-екі аптадан кейін басталды. Грузиядан небір адамдар звондайды. Дорогие наши друзья деп. Отпустите парня деп. Отпустите не істедің да? Міне, бүйтіп уәделескенбіз. Уәдені бұзған өзі. Вот бізде қазір торпедо Кутаиси деген вариант бар, сол жерге ауысады, мынау. Бірнеше рет звондады. Сосын жоқ, бұлай жібермеймін дедім. Ақша төлеңдер деді. Қанша деді? Қанша, біз оған қанша айлық төледік осыған? $10,000 жер десе, көреш. Ау? $10,000 десе. Одан көп. Қанша айлық төледік біз оған, сол ақшаның бәрін қанша ақша жараттық біз оған. Соны орнына қойыңдар дедік, болды. 2-3 күннен кейін жіберді сол ақшаны. Жақсы ғой ол, бір жағынан. Тегін кеткен. Саттық деп айта алмаймыз. Инсайттар тақырыбында өте свежий инсайт бар. Ақтөбеге өтіп жатыр екен ғой біздің Мұхамеджан Сейсен. Осындай ақпарат шығып жатыр. Естігем, сондай болады деген. Оның арғы жыл өтіп бара жатқан өзі. Жоқ, осы жылы Шацкий қайта оралды ғой, иә? Шахтерға барды. Жоқ, Шахтерға оралды деп айту әлі ерте. Әлі ерте. Мен әңгімелер бар, бірақ әлі ерте. Шацкий бірінші лигаға бара салады деп отырсың ба? Бірінші лигада шетел азаматы жалпы аккредитацияламайды ғой, скамейка запасникқа кіремейді. Жұмыс істеуге болмайды. Иржирошек. Мен де таң қалам. Есіңде ма, өткен жылы бірінші лигада Тұран мен Елімай мықты бәсекелестік болды ғой. Сол кезде негізі Тұранның де факто деп айтады ғой. Бас бапкері Молдованың бапкері болды. Ақжайықта істеген. Өзінің еще көмекшісі бар. Бірақ де юре фамилиясы болып жүрді. И ойындарда мен ойлаймын да, қалай деп. Скамейка запасникта отыр ма? Отырмады. Скамейкадан тыс, скамейканың үстінде отыратын постоянно. Скамейкада жаңа фамилиясы болатын. Болмайды ғой, аккредитация жоқ, кіруге болмайды ғой. Солай жасайды деп ойлап отырсың ба сонда? Солай болатын шығар. Менде бір тағы бір қосымша информация бар. Сөйтсе олар білмеген дейді. Акиматтағылар қазір хайвай шығарып ұрысып жатыр дейді. Осы бойынша жанжал. Енді ана ержүрішке братан болмайды екен, кете беріңіз деп айта алмайды ғой. Болды ғой енді, қалды ғой. Жігітше сөзін беріп қойды. Масқараның көкесі енді ойылып тұр. Бірақ бірінші лигада легионерлерді алып тастаған бұл дұрыс болды дейсіз. Біздің қазақстандық футболшылар. Тағы да дұрыс жағы бар, бұрыс жағы бар. Дұрыс жағы әрине қазақстандық ойыншылар, көбінесе жас ойыншылар постоянно ойнайды. Мүмкіндіктері бар. Бұрыс жағы деңгей төмендеп кетті шыны керек. Бірінші лиганың. Ол да бар. Енді мен мысалы өткен жылы бірінші лиганың премьер лигадан көп көретінмін. Өткен жылы бірінші лига қызық болды. Жаңағы Елімай бар, Тұран бар, Жеңіс бар, тағы да басқа жақсы. Ақжайық болды, Хан Тәңірі, жақсы командалар болды. Осы жылы бәрі команда бірдей. Бәрі бірдей, бір көзге бір ілінетін команда жоқ та. Ой, мынау команда қызық екен, мынандай ойыншылар мықты екен. Бәрі примерно бір Жетісай жарды ғой. Жетісай жарды, бірінші айналым тамаша ойнады. Мен шыны керек, мен осы жылы бірінші лигада тек Қайрат жастардың ойындарын ғана қарап жүрдім. Вот солар кішкене, өйткені олар бәрі жас балалар. Сол Қайраттың академиясының мықтылығын қарашы, басқа командаларға қарағанда, басқа командаларда уже ересек ойыншылар, кейбіреулері ұлттық құрамада ойнап қойған ойыншылар, мысалы
хан тәңірі болсын, қандай командамен ойнасын, қайрат жас балалар келеді алып кете береді бәрін. Олар қалағанда қалағанда бірінші орын алатын еді. Қалағанда бірінші орын ала салатын еді олар. Олар еще соңын шайып жіберді ғой кішкене, мына жастар чемпиондар лигасы болды, мынау соған қатысты сөйтіп мүлдем ойнамай жүрген балалар ойнады ғой. И олардың өздері Каспий болсын, кіммен ойнасын, мықты ойнады. Сондықтан мен тек Қайрат жастарының ойынын ғана қарадым. Ұлттық құраманың ойынын қарадыңыз ба? Әрине. Енді жанкүйеріміз ғой. Станислав Саламұлы ма? Сол жайлы сұрайын деп тұрсың ба? Шашыңыз біраз ағарған шығар. Жоқ, мен негізі ұлттық құраманың ойындарына бұрыннан уже мынандай кішкене философия көзқараспен қараймын да. Мысалы, мынандай әшейін жанкүйер, ол теледидар алдында немесе стадионда отырып, ол команда ұтса екен деп, ол кішкене мына ғажайып нелерге сенеді ғой. Ойбай, мына қазір Норвегия келді, Норвегияны ұтып кетеміз, Австрия келеді, мүмкін Австрияны ұтып кетеміз деп. Бірақ ұтылып қалады. Бірақ негізі сен ең бастысы уже футболда істейтін маман болсаң, сен ең біріншіден сұрақ қоясың өз-өзіңе. Неге біз бүгін Австрияны ұту керекпіз? Қалай? Және неге? Қалайдан бұрын неге? Барлық нелерін қарасаң, олардың ойыншылары, деңгейлері, жаңа олардың елінде қанша алаң бар, қанша академия бар, соның бәрін санайтын болсаң, сен қалай деген сұрақ неге туындайды деген сұраққа келесің. Қай бетімізбен ұтамыз? Әрине, тарихымызда болды. Тамаша, Данияны ұттық, Солтүстік Ирландияны 2 рет ұттық, Сербияны ұттық. Тамаша ойындарымыз болды. Шүкір, қуанған, мықты. Бірақ штучный сондай ойындар болды. Бірақ олар, вопреки дейді ғой, орысша айтқанда. Мысалы, Данияны ұтқан ойынымызды алатын болсақ, біздің жігіттердің еңбегін былай шығарып тұрған жоқпын. Бірақ бірінші таймда өзің білесің ғой, Ермаш, Дания мықты ойнады да, 2 гол салды, болды, олар ойын бітті біз үшін деп ойлап. Екінші таймға сондай настроймен шықты. Ал біздің жігіттер енді намыс болған соң әрине жүгіреді да. И біз бірінші гол саламыз, и оларда кішкене мынандай мандраж басталды. Ал сен уже басыңда сен болды, бұл ойынды ұтып қойдың десең, сен қайтадан ойынға оралу өте қиын психологиялық тұрғыдан. Ал біздің жігіттер молодцы, әңгіме жоқ. Мен ойымша біздің Қазақстан футболының тарихындағы ең мықты ойын сол болған шығар, ең маңызды жеңіс болған шығар. Біздің жігіттер ұтты, шүкір, бірақ ол система емес қой. Ол системадан тыс нәрсе. Сондықтан мен сөйтіп философиялық тұрғыдан қараймын да, мен үшін мысалы көп нәрсе күтпейсіз ғой сіз жалпы ойыннан. Жоқ, әрине күтемін ғой, әрине ұтсақ қой деп қалаймын, әрине, мен де жанкүйермін ғой. Бірақ ұтылса, мен үшін мысалы трагедия емес. Трагедия емес, бірақ мен үшін позор болып ұтылмасақ болды деген әңгіме. Позор болды, позор деген ол да бөліну керек, мысалы. Позор тек есеп па, позор ойын ба. Соған байланысты мысалы, бізде екеуі де болған бір матчты білемін мен. Ондай матчтар өкінішке қарай көп болды бізде. Бірақ Австрияға қарсы мысалы ойнап, атакада ойнап, бірақ сонда да ұтылып қалсақ, ірі есеппен ұтылып қалдық. Бірақ біз тырыстық, бүйттік, сөйттік. Мен үшін ол қатты позор емес. Мен үшін мысалы біз әрең бір өліп талып бір Тәжікстанды 1-0 ұтсақ, ол мен үшін позор. Дұрыс ойнамай. Мен конкретно болған Тәжікстан ойында айтып тұрған жоқпын. Ол түсінікті ғой, уже маусым аяқталған кез, бірақ ондай да ойындар болды. Мен үшін сол позор. Ұлттық құрама жайлы да. Былай айтайын, мысалы бәрі Черчесовты сөгеді кеп, мықты критика бар, орынды критика бар әрине арасында. Бірақ егер жеке осы команданы алатын болсақ, оның жұмысын алатын болсақ, оның бір пайдалы істеп жатқан нәрселер де бар. Онда айту керек. Мысалы, 4 қорғаушымен ойнау деген, ол үшін батылдық керек, мен сендерге олай айтайын. Ол оңай емес 4 қорғаушымен ойнау. Бірақ ол оны істеп жатқаны, атакаға бір шабуылға бір ойыншы қосылу керек деген ниетпен істеп отыр ғой. Біз ертең қорықпай ойнау керекпіз. Біз ертең үйренуіміз керекпіз. Шабуылдап үйрену деген. Сол жағынан, ол жағын мен мысалы өз басым қолдаймын.
Меніңше біздің елде қарапайым жанкүйерлерге бар ғой. Олар енді эмоцияның адамы ғой, түсінікті. Бірақ оларға сол футболды қарапайым тілде түсіндіріп беретін эксперт жоқ сияқты да. Және сол жанкүйерлер сондай эксперт болған жағдайда, сол эксперттің мнениясын, ойын тыңдаған кезде олар да ойлануы мүмкін. Жоқ, бар ғой, мысалы Ермаш Жапшақ түсіндіріп бере алады оның бәрін. Айтты ғой, Әлихан Алиұлы Алиев Қазспорттың эфирінде шығып қаншама рет айтады, подкасттарға да барып айтады. Бізде қазір футболистердің біразы подкастта жүр ғой, ештеңесі жоқ, түсіндіріп айтып жатыр. Бірақ енді жалпы массаға нәтиже керек қой, өліп кетсең өліп кет. Жоқ, нәтиже болғанда да олар да біледі ғой, енді Қазақстан әлем чемпионатында ойнап жатқан команда емес екен. Бір гол жетпей жатыр ғой, бір голды көрсе стадионда бүкіл ішіндегі несін шығарса дегенде ғой. Шерін дейміз ба? Өкініштісі сол ғана болды, гол сала алмадық осы турда. Өткенде Словенияға өз алаңымызда ұруымыз керек еді, сол ойында шанстар болған. Абатта да Бауыржан. Мен бір сұрақ қояйын, мысалы Норвегиямен ойын болды ғой, 0-0 болып аяқталды. 0-0 болып аяқталғаны жақсы ма? Жоқ, біз гол салдық, бірақ ұтылып қалдық. Қай вариант дұрыс? Сол гол салып ұтыла салғанымыз дұрыс еді. Көрдің ба? Ал бірақ былай қарасаң, 1 ұпай алдық қой Норвегиямен. Бірақ гол салған кезде бәрібір көбірек эмоция болар еді деген. Жоқ, түсінде ұлттық құраманың жанкүйері ол жеңістен бұрын, ол тағы эмоция деп айтып отырмыз ғой, ол бір қуаныш сезімі болу керек, иә? Бір отырып, біз мына облыққа гол салдық деген бір мақтаныш болу керек. Сол ғой. Соны видеоға түсіру керек, Инстаграмға салу керек, сондай бір сезімдер бар ғой. Ол бір ұпайдың керек. Жаңа сен айтып отырсың ғой, бізде мынандай эксперт жоқ, түсіндіретін деп. Оны қанша айтсаң да, мысалы, мен айтып отырмын ғой, Ермаш Жапшақ түсіндіреді оның бәрін. Жаңа Алиев бар, мықты сарапшылар бар, бәрі жақсы түсіндіреді. Бірақ ол сөз деген жетпейді ол. Оны түсіну үшін ол жанкүйер өмірінде бір көріп қалу керек та оны. Басқа елде қалай екені, футбол қалай ұйымдастырылған, қалай жасалған. Мысалы, мен бұны бірнеше рет мысал қылып келтіргем, шаршамайым, тағы да айтам, осыдан 2011 жылы мен неге барғам, федерацияда істеп жүргенде Францияға жастар құрамамыз ойнаған. Клермон Ферран деген қалада ойын болды. Гризмандармен ойнаған. Ол примерно біздің типа Талдықорған сияқты ғой, сондай бір қалаға барып, даже Теміртау дейікші, Теміртау сияқты қала. Аудан орталығы бір, индустриальный қала ғой, кішкене, ана шина жасайды, сондай бір заводы бар, соның арқасында өмір сүрген қала. Солардың Клермон Фут деген командасы болды. Ол ол кезде Лига 2-де ойнап жүрді. Бірінші, біздің тілмен айтқанда бірінші лигада. Өткен жыл, по-моему, высший дивизионда ойнады. Сол Клермон Футтың стадионында ойнадық. Стадионы бір кішігірім, бір үлкен емес, бір 6-7 мың адам сиятындай. Әрине, газоны тамаша, бәрі тамаша, стадионы да жақсы. Бірақ менің таңғалғаным, сол стадионның қасында, соның маңайында тағы 16-18 бас тамаша алаң бар. Академияның алаңдары. 16 ма, точно шатасып қалуым мүмкін, 16, по-моему. И стадионға кіресің, мынандай стадионда үлкен бір не тұрады, тақта тұрады, тақтада жазылып тұрды, расписание, график. Осы апта, мысалы, Клермон U15 пәленше қалада ойнайды. Анау 4-ші алаңда жаттығу жасайды, анау пәленше, бәрі жазылған. Конкретно бір алаң, бір командаң. Екінші алаң, екінші командаң. Понимаешь? Вот ол простой, бірінші лигасында ойнап жүрген команда. Соның сондай условиясы бар, кішкентай қалада. Бізде қашан сондай болады? Вот сол кезде жанкүйерлер уже сұрау керек. Неге ұтпадыңдар Францияны деп. Францияның жағдай істеп бердік қой сендерге деп. Пока ол жоқ, мен білмеймін, не үшін үміттенетін, не үшін ол міндетті түрде, как будто обязан дейді да. Сен обязансың, сен шығып жұртуың керексің, Австрияны, жұртуың керексің, Норвегияны. Қалай? Сен Австрияға бар, Норвегияға бар. Көрші, олардың балалары 6 жасынан бастап қандай тәлім алады, қандай алаңдарда жұмыс істейді, қандай доптар, қандай турнир. Соның бәрін көргеніңде сен сонда түсінесің. Сен айдың ол ары кетейін мен. Біздің сенат, біздің мәжіліс емес, сенатта отырған сенаторлардың өзі, 2-3 сенаторымыз солай айтып отыр. Мемлекетте футбол дамымаған, қайда қарап отыр, не масқара деп айтады да.
сонда айтамын, сол 30 жылдың ішінде сол билік, Қазақстанның билігі сол футболға қандай жағдайлар жасады, қандай стадион салып берді, қандай академия салып берді мемлекет, ештеңе де салған жоқ. Мысалы әлемде сөйтіп алады да бізде сұрайды, бірінші сен салып таста, біздің Қазақстанның 16 қаласының 14 қаласының 14 стадион соғып берші, содан кейін барып сұра, міне ей ұятсыздар, қайақта футболдарың, қайақта нәтижелерің. Бұларды тағы бір жанкүйерлерді оның ішінде тағы бір қатты бір қынжылтатын жайт, үлкен жалақы ғой бізде. жігіттер шыны керек. Салыстырмалы түрде үлкен деп айта алмаймыз, бірақ енді Қазақстанның ішінде ол естіп қалған кезде кішігірім шоққа түсіп қалады кейбір адамдар. Қалай, мысалы, обоснованно деп ойлайсыз ба жалпы сондай жалақы? бүкіл әлемде, тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде футболшылардың жалақысы басқаларға қарағанда жоғары. Неге екенін түсіндіру оп-оңай. Футболшының карьерасы, мысалы, 18 жастан бастап ақша табады ма, ары кетсе бір 36-37 жасқа дейін жүреді. Болды, сонымен тоқтайды. Ол главный критерий емес қой. Жоқ, спорт номер бірінші футбол. Оның айналасында маркетинг көп, жарнама көп, оның трансляциясы қымбат тұрады. Сондықтан ақша көп айналғаннан кейін оларда бүкіл әлемде солай. Ал бізде кішкене басқа ғой. Ал негізі жаңа футболды айтып отырмын, сенатты айттың. Мен бір нәрсе айтайын. Жаңа футбол спорт номер 1, бүкіл әлемде. Қазақстанда бәріміз айтамыз, футбол спорт номер 1 деп. Бірақ футболдың өзінің мәртебесі Қазақстанда өте төмен. Өйткені сен мысалы қараш, любой облыстық жаңа управление спорта болады ғой, басқармашылық. Бокспен күрескен азамат. Міне, көрдің ба? Бір футболшыны қойды ма, тағайындады ма бір жерге? Жоқ. Былай ғой, бұл өте бір күрделі мәселе ғой. Тереңде жатыр оның жауабы. Ал енді мен ары қарай түсіндіріп айтайын. Ал футболда былай болады деп жаңа решениенің бәрін принимать ететін адамдар футболға бір жақындамаған өмірінде адамдар ғой. Сондықтан сен сияқты, мен сияқты адамдар билікке баруымыз керек. Енді мынаны қараңыз да, мысалға мынандай нәрсе қайтадан күн тәртібінде бірінші орынға шығады. Облыс бюджетіне бөлінген, спортқа бөлінген ақшаның негізгі бөлігі футболға кетеді. Ордабасы футбол клубына, сол Шымкент қаласына бөлінген, спортқа бөлінген ақшаның 87,1% кеткен. Қалған 13% бүкіл қалған спортқа. Осыны айтқан кезде қайтадан дау-дамай шу көтеріліп кетті. Неге бөліп жатыр Ордабасыға? Аз бөлсін. Мысалы, 5 миллиард бөліп, не істемекші ол мысалы? Деп, соны ойлап, ғабитсіздік келесі жыл бірде 3 миллиард қылып отыр. Содан артық бермеймін деп отыр. Мысалға, Нұрлыбек Нәлібаевты айтып отыр ғой, маған 5 миллиард зачем анау деп жаңағы чемпион болмай-ақ қойдым деп. Популизм арқылы бүйтіп шапалақпен бізді бірақ ұрды да, басқа спорттар керемет дамып отқан адам сияқты сөйлеп, якобы сөйтіп жаңа 1 миллиард 200-ден артық бермеймін деп отыр. Пожалуйста, ол да дұрыс. Бұл мәселенің шешімдерінің бірі футболды түсінетін, спорт түсінетін адамдар сол жаққа билікке бармай. Айтып отқаным осылай әңгіме болып қала береді дейсіздер ғой. Демек, келесі 9-шы созывта футболды түсінетін бір адам парламентте отыруы тиіс. Міне өзіңіз жақсы болар еді. Әрине. Ол кезде шашталу керек енді. Футбол клубтардың несі бар осындай депутат отырса? Мен бірде-бір минус көріп тұрған. Шашта тұрған мәселе жоқ. Жастар бару керек парламентке. Бүкіл спорттың мәселесін мен көтеретін сол жерде. Биік мінберлерден, ана министрлерді, бүкіл облыстың басшылығын мен қинайтын едім. Мысалға Ақжайық футбол клубын айдың күннің аманында осы жерде отырып өлтіріп отқан жоқпыз ба, бауыздап кәдімгі тірідей. Акиматта ақша бар, бермейді. Сенімгерлікке беріп қойған 10 жыл, олар кетпейді. Пожалуйста, цирк, театр міне. Ең бір өкініштісі, кеше спорт министрі барды ғой, есеп беруге парламентке. Сол кездегі депутаттардың қойған сұрағы да. Тупой сұрақтар ма? Қайдан табады ондай сұрақты? Спортшылар жоқ па сонда бізде парламентте? Бұрынғы спортшылар. Неге солар бір шығып жалғыз? Ол енді өзі бір мойындалмаған спорт. Кім бар ғой? Дәулет Тұрлыханов бар. Солар болмаған ғой демек.
басқа бір кісілер әйтеуір сұрақ қойып жатады ғой басқа. Анау футбол туралы сұрақ қойған кезде, парламентке барған кезде кәдімгі кішігірім шок болып қайтасың, мен саған айтайын. Не деген масқара. Мынау антикор тексерді ме футбол федерациясын, бетімен кеткен, футбол дамымай бірде-бір стадион соқпаған болған бұлар 30 жылдың ішінде деп жіберіп жатыр өткенде бір кісі. Содан жаңағы антикордағы бір кісі тұрады да, мен енді айтайын, біз туралы айтып жатыр ғой, біз оны тексеруге негіз правамыз да жоқ дейді, мемлекеттің ақша бөлінбесе оны не қыламыз оны тексеріп дейді. Бірақ сонда да тексердік бірдеңе үшін, отчет үшін 0-0 шықты, бәрі тамаша дейді. Негізі ол біздің ақшамыз жоқ, оны не қыламыз оны тексеріп. Сосын тағы бір кісі тұрды да, ол сендер енді ол қалай ол қаяқтан алыпсыңдар ақшаны дейді. Мемлекеттен ақша алмаса қалай ол анау сборный Қазақстан қалай самолет бар. Дирекция развития спорта сендер бөлмейсіңдер ма? Оған жаңағы Серік Марат Жарасбаев бар ғой, сол кісі тұрып, ол бізге қатысы жоқ, түбі болашақта бірлесіп жұмыс істейміз, анау деп енді былай жібере салды әңгімені шетін анаған примерно. Өлезген әбден тупой болып қалмасын деп. Аға, кәдімгі. Ар жақта негізі футболды бірінші олар түсініп алу керек қой, не істеу керектігін. Тек футбол емес, негізі бізде бәрі солай ғой. Негізі бізде бәріміз айтамыз, футболды жамандаймыз деп. Ой, футбол бәрі нашар, коррупция, анау, мынау. Қазақ футбол жабылсын деп. Бір дені сау любой нәрсені, любой нені көрсетші, мен отрасль дейді ғой. Көрсетші, бізде медицина тамаша дамыған ба? Медицина тамаша дамыған ба? Образование. Білім, наука. Не, қайда? Ал жарайды, спортты алайық, футболдан басқа. Ол негіз бәрі бірге даму керек дейсіз ғой? Ол мемлекет даму керек ол үшін. Мемлекет дамыған кезде футбол да дамиды. Жоқ, биледі ғой. Мынандай сорақы комментарийлерді жаңағы депутаттардың өзі айтып жүргеннен кейін, ойбай өлем енді бар ғой. Фейсбуктарына жазылғанбыз ғой біраз деп. Черчесовтың айлығына 6 ма 7 манеж соғуға болады дейді. Соқсай соны 7 манеж өзің соға берсей деймін де. Черчесовтың айлығында не бар? Черчесовтың айлығы мемлекеттен беріп отқан жоқ қой ешкім. Неге өйтіп салыстырады? Сосын мынандай екінші бір әкімдердің осындай сәл төмендеу деңгейдегі саясаткерлердің айтатын мынандай сөз бар. Бұл енді хиттің хитярасы таза. Олар айтады. Осы мынау футбол клубына, Жеңіс футбол клубына берілген 1 жылдық ақшаға 7 мектеп, 2 аурухана салуға болатын еді дейді. Как будто соның медицинасы мен жаңағы образованиясынан ақшаны бұлар тартып алып отыр да футболисттер. Біріншіден деген сияқты сала берсей дейсің ғой. Бұлар арам тамақтар ақшаны жеп бөлінген ақша, былай айтайық, мектептің жартысын салуға да жетпейді. Қазіргі қарап отырмын ғой, ценниктер, мектеп пәленше мектеп соғылды, бюджеттен пәленше ақша бөлінді дейді. Бізге ондай ақша бөліп тұрған жоқ. Бір мектебің 2 миллиард па, сондай болып кетеді кемінде. 8 миллиард. 5 миллиардтың мектептері. Енді қазіргі доллармен екіншіден қазіргі доллармен есептесек курспен оның өзінің бюджеті бар ғой. Дұрыс па? Әр саланың өзінің бюджеті бар. Айтпақшы, біздің фондағы достарымыздың арқасында желтоқсан айында көрермендеріміз Ермұхамед Мәулемен бірге футбол матчын комментатор ретінде жүргізу мүмкіндігіне ие болады. Арманыңызды орындау үшін бекітілген пікірдегі сілтеме арқылы өтіп байқауға қатысыңыз. Футболдың бюджеті ол ана саладан бүйтіп алып мына жерге қоя салған жоқ қой. Ол бұрыннан бөлінген. Ал жарайды футболға, ал жаратпадық бұл ақшаны. Ал бермедік. Қайда кетеді ол ақша? Долларды қарап отқан, жол салады деп отырсың ба? Ешкім салмайды ондай жолды. Легионерлерге доллармен төлейсіздер ме айтпақшы? Жоқ, теңгемен. Жоқ. Ондай неміз жоқ. Негізі законодательство, заң бойынша төлеуге болмайды. Қазақстанда баяғыда осындай нәрсе болған, бір оқиға айтып отырайын. Аты жөндерін жасырам, өздеріңіз іштеріңізден түсініп отырасыздар. Сөйтіп 32 мың доллар алып жүрген, сөйтіп Қазақстанда доллар бір күнде өсіп кетті ғой, білесіздер ме? 32 мың 54 деме болды. Сөйтіп оның айлығы 25 мың доллар болып қалады. 7 мың доллар жоқ болып кетіп отыр ғой, енді сондай ақша. Сөйтіп ана барғанда айтқан, мен мынандай ғой деген. Ол үшін Қазақстанның футболшысы. Сөйтсе жаңа басшылық етеді, сен контрактыңды қайтып алып кел. Қара ішінде қандай сумма тұрған. Тура сол сумма түсті ма? Түсті. Енді маған доллар көтерілді ма, түсті ма? Мен не істеймін оны саған? Бүкіл мемлекеттің экономикасын бақылап отпаймын ғой дейді. Тура сол секілді ғой. Сондықтан легионерлер де басқасы да бәрі де түсінеді ғой. Ол кез келген мемлекеттік курстар өзгереді. Жергілікті валютамен алады ақшаны дегендей.
міне мысалы қазір қара доллар өсіп жатыр. Иә. Келесі жылы мына мысалы осы жылы бір айлық алып жүрген ойыншым дәл сол айлыққа жақсы қалам десе де соның өзінде оның айлығы өседі, өйткені доллар өсіп кетті. Енді қаңтар айында сборға аттанасыздар Түркияға. Бұйыртса, иә. Анталия деген базарға. Калисто деген жерде. Калисто біз үшін қымбат. Кәдімгі базар екен ғой Анталия деген. Мал базар ма? Кешкі базар дейсің. Сен яқы өтесің, сен яқы өтесің деймін. Клубтарға байланысты ғой, кім қалай жұмыс істейді. Мысалы, Астананы алайық, иә. Астана қанша чемпиондар лигасында ойнады сол кездерде. Мына қаралымға, просмотрға деген келген ойыншы болмаған ол жерде. Просмотрға ешкімді алмайды. Олар точечный селекция дейді ғой. Пәленше ойыншы аналитиктер қарайды, агенттер қарайды, бәрін қарайды, бапкерлер қарайды. Бәр жағынан информация жинайды, сосын болды. Сатып ала ма, нетіп ала ма, бірақ ол ойыншы келеді. Келеді, пока контрактқа қол қоймайды, даже тренировкаға шықпайды. Ол клубтың істеуіне байланысты. Кезінде Мәскеудің ЦСКАсы бір газеттен оқығам кезінде. Во все клубы звонят агенты, дейді, да? Но в ЦСКА ни один агент не звонит, потому что ЦСКА сам звонит агентам. Өздері біледі, олар өздері таңдайды, біз пәленше ойыншыны аламыз деп. Оларға ешкім айтпайды, менде мынандай ойыншы бар, қарап көріңдерші деп. Олар біледі өздері ондай ойыншы. Өйткені олардың скаутский отделдары бар. Олар зерттейді, мықты зерттейді. И олар өздері келеді, анализбен айтады, міне бізге мына ойыншы керек деп. Карвалио деген ойыншы керек. И соның агентіне шығады да, сенің ойыншың бізге қызық, ана клубына звондайды, факс жібереді, имейл жібереді, мына ойыншылардың бағасы қандай. Сіз енді қазір өзіңіз қызу іздеп жатсыз ғой енді. Әрине іздеп жатырмыз, әрине, бірақ енді мынандай бір мәселе шығып отыр, жаңа Анталия демекші. Бачатағаның ақшасын төлемепсіздер ғой. Біз ба? Біз ба? Иә. Біз төлегенбіз. Төленір ма? Иә. Әйшін айтып жатырмын, басқа бір екі клуб төлемей кетіпті. Бачатағаға сәлемайды. Барып қалуымыз мүмкін ғой. Біз Бачатаға өзі біледі ол. Айдын мырза, келгеніңізге рахмет. Бүгін енді қызықты әңгіме болды деп ойлаймын. Шақырғандарыңа рахмет. Мен айтып тұрмын, тағы да бір айтайын. Ол сені неден көріп тұрам ғой, Сигафредодан постоянно. Ермашты көрмей келіп көп болды, сағынып кеттім. Ермаш осы өзгерген жоқ. 9-шы созывқа бара жатыр. Осы шашпен. Осы шашпен. Мен қолдаймын сені. Дауыс беремін. Болды, тамаша. Бүгін мынау не бар екен бізде қазір? Сый-сияпатпен келіпті Айдын мырза. Ойлашы. Бәрі құр келе береді. Бірінші бұл YouTube арнасының оқырмандарына ма? Мынау оқырмандарыңа алғаш соны көрсетейін. Жеңіс футбол. Өздерің нетесіңдер ғой жаңа. Бұл бүкіл комплект. Оригинал. Шортыймен. Ол қандай условиясы қандай? Условиясын кейін өзіміз Инстаграмда бір жерде хабарлаймыз. Қазір бірден ойлап табу қиын енді міне. Бірінші болдың әлеуметтік желілеріне жазылыңыздар. Ал мына жігіттер өздеріңізге студияға Жеңіс клубының шарты. Шарт өзімізде қалады енді, ренжімейсіздер. Жоқ, аны жерге іліп қоямыз ғой. Іліп қоямыз, болды. Келгеніңізге рахмет. Егер осындай Жеңістің жейдесін немесе шарфын сатып аламын дегендер болса, Live футбол магазине келсеңіздер, хабарлассаңыздар болады. Әлбетте, тамаша. Деп, мен де бір рекламаны тығып жіберейін. Тағы біреу керек, фан бар қылып қоятын. Болды, естідік.